Сәлем баршаңызға, домалақ үлпілдек пішінді бауырсақ жасаймыз. 1 стакан жылы суға 2 кішкене қасық дрожж саламыз және 1 кішкене қасық қант саламыз. Сол кезде біздің дрожжымыз жақсы көтеріледі. 15 минутқа қойып, бетін крышкамен жауып қоямыз, немесе тарелкамен. Ұнға тұзды қосқаннан кейін көтерілген дрожжымызды сумен бірге құйып, қамырды жақсылап илейміз. Илеген қамырымыз ең соңында қолымызға жабыспау қажет. Кішкене қасық сумай қосып илеп, жылы жерге 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр көтерілгені дұрыс. Қамырды оқтаумен қалыңдау етіп жаямыз. Бауырсағымыздың қалыңдығы 2-2,5 см болу керек. Табада майымызды қыздырып, барынша газды көтереміз. Сол уақытта тындырып қойған кесілген бауырсағымызды шетінен қуырып бастаймыз. Бауырсақты өте қатты қызартып жібермейміз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Смағұлова Еңлік.